Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қысқа сақталатын тұзды қияр мен қызанақтың жасалу жолымен бөліскім келеді. Қызанақ пен қиярды банкада жабудың екі түрлі әдісімен бөлісетін боламын. Ең біріншісі қайнаған су және қызанақтың өз шырынында жабатын боламыз. Осы әдіспен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бізге ең алдымен жуылып тазаланған қияр, қызанақ, укроп, болгар бұрышы, сарымсақ, базиликті мен дәм беру үшін қолданамын, лавр жапырағы және түйіршіктелген қара бұрыш. Қызанақты шырын жасау үшін қызанағымыздың жартысын осылай бөлшектеп турап аламыз және блендермен ezетін боламыз. 2 литрлік 2 банкаға қызанақтың 2 литр шырыны қажет болады. Блендермен езу міндетті емес, еттатқыштың көмегімен өткізсе де болады. Дайын болған қызанақтың шырынын бір шетке қойып, банкамызды парлап дайындайтын боламыз. Банкаларымды осындай кішкентай ыңғайлы чайникта 3-4 минут шамасында парлайтын боламын. Сонымен бірге банкаға жабылатын қақпақтарды да қайнап тұрған ыстық суға салып аламын. Енді жаңа парланып болған ыстық банкаға керекті көкөністерді банкамыз суып қалмай салып шығатын боламыз. Банкамыздың ең астына укроп, лавр жапырағы, түйіршіктелген қара бұрыш, болгар бұрышы, сарымсақты салып шығамын. Енді қызанақтарымызды орналастырып шығамыз. Алдын ала кішкентай пішіндегі қызанақтарды таңдап алған дұрыс. Банканың сыйымдылығына жақсы кетеді және жақсы орналасады. Үлкен пішіндегі қызанақтарды мен қызанақты шырын жасауда пайдаландым. Базиликті жапырақты мен солайына қолданатын боламын, бірақ бұл міндетті емес, дәм беру үшін ғана. Сондай-ақ кептірілген қалампырды, яғни гвоздиканы дәм беру мақсатында қолдануға болады. Қызанақтардың барлығын орналастырып болғаннан кейін банканы төңкеріп көреміз. Қызанақтар қозғалмай тұрса, демек ол жақсы орналасқаны. Қайнап тұрған жаңа қайнаған суды құйып, қақпағын басып қоятын боламыз. Ыстық суда шамамен 7-10 минут аралығында ұстайтын боламын. Енді келесі банкамды дәл сондай етіп дайындап, тек қызанақтың орнына қиярлар салатын боламын. Қиярларды да дәл солай кішіректерін таңдап алған дұрыс болады. Қияр мен қызанақты тұздаудың ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек банкаларымызды үлкейткен сайын қант пен тұздың мөлшері солай көбейіп отырады. Енді дайындап қойған қызанақты шырынымызды қатты отқа қойып қайнататын боламыз. Қайнап жатқан шырында осылай бетінде көпіршіктер пайда бола бастайды. Алып тастауға да болады қаласаңыз. Енді 2 литр шырынға 2 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз салатын боламыз. Және 3-4 минут шамасында қайнатамыз. Банкаларымызда құйылған қайнаған суды 10 минуттай шамасында болды. Енді төгіп, жаңаға қайнап дайын болған қызанақты шырынымызды құятын боламыз. Қайнаған суды төккеннен кейін шырынды ыстықтай банка суып қалмай құю керек. Шырынды құйып болған соң, ең үстіне 1 шай қасықты толтырмай сірке суын құятын боламын. Дәл солай етіп, қиярға да қызанақтың шырынын құйып, үстінен 1 шай қасықты толтырмай сірке суын құйып, закрывашкамен жауып шығамын. Мендегі бірінші әдіс осы: жауып қойған банкаларымды төңкеріп, жылы орамалда орап 1-2 күн бақылайтын боламын. Осылай етіп, қызанақтың шырынымен дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Закрывашкамен жауып болғаннан кейін ылғалды сүлгілермен сүртіп, крышканың мұқият жабылғанын тексеретін боламыз. Ендігі кезекте екінші әдіспен тұздалатын банкаларымды дайындайтын боламын. Ол кәдімгі күнделікті қолданып жүрген қайнап тұрған сумен тұздайтын боламын. Дәл алдыңғы банкаларымды дайындағандай етіп, бәрін дайындап аламын. Егер де сізге видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Және де комментарияға өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Қияр мен қызанақты тұздаудың ешқандай қиындығы жоқ. Мен жасап көрген әдіспен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады деген ойдамын. Енді 10 минут тұрған суымызды банкамыздан төгіп тастаймыз. Мен басқа жаңадан су қайнатып дайындап қойдым. Енді 2 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз 2 литрлік банкаға жаңадан қайнаған суды құйып,
крышкамызға құйып, ең соңында сірке суын шай қасықты толтырмай құйып, закрывашкамен жауып, жылы орамалға орап тастайтын боламын. Қайнап тұрған суымызды 10 минут қойып төккеннен кейін екінші қайнаған суымызды дайындап тұрып, мейлінше тез құйған жақсы, себебі банка суып қалса, ыстық суды құйған кезде шытынап кетуі мүмкін. Видеода сіздермен 2 литрлік банкадан 4 банка жауып көрсеттім. 2 банка қызанақты шырынмен, 2 банка қарапайым қайнаған сумен. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.